Ең қиыны өзіңді өзің танып білу, ал оңайы басқаларға ақыл-кеңес беру. Біз ақыл-кеңесті шелектеп беріп, тамшылап қабылдаймыз. Ақыл-кеңес сұрау бір адамның екінші адамға көрсете алар ең зор сенімі. Басқа адамдардың көзінше біреуге берген ақыл-кеңес жазғыру болып қабылданады. Бәрінен жағымды нәрсені емес, бәрінен артық нәрсені кеңес ет. Жауыңнан да үйренуге болады. Ақымақтардың ұстазы сөз емес, бақытсыздық. Ақылды адам жауынан көп нәрсе үйрене алады. Тауып айтқан сөзіңнің ақымақтықтың құлағында өлгенін көруден өткен өкінішті ештеңе жоқ. Жақсы ақыл кеңес алу өз мүмкіндіктеріңді арттыру деген сөз. Ақыл емес, өзін өзі тану ғана адам баласының кім болғысы келсе, сол болуына мүмкіндік береді. Адамдар қиындықты ақылмен жеңеді. Табиғат әйелге былай дейді: қолыңнан келсе сұлу бол, қаласаң дана бол, ал саналы, ақылды болуға міндеттісің. Ақша қажет болса, бөтен адамдардан сұра. Ақыл керек болса, досыңмен сырлас. Ал саған ештеңе қажет болмаса, туыстарыңа бар. Адам бойындағы ең тамаша нәрсе білім мен ақыл. Ақылмен кеңескеннен кейін ең сорақысы адамдармен достасу мүмкін емес екенін түсінесің. Әйел ақылынан артық түсініксіз ештеңе болмас. Оларды бір нәрсеге көндіру мүмкін емес. Сондықтан да оларды өзін өздеріне көндіру керек. Олардың сөйлеу тілін үйрену үшін мектеп қабырғасындағы қалыптасқан логиканың барлығын төңкеру керек. Иә, мен олардан ақылдырақпын, өйткені өзімнің ешкене білмейтінімді білемін, ал олар білмесе де бәрін білеміз деп ойлайды. Ақылсыз шынға сенбей, жоққа сенбек. Ақыл да ойлағанды ұнатады. Ойланып толғанған адамға ғана ақыл дұрыс жол көрсетеді. Сөйлеуді үйренгенің өскенің, үндемеуді үйренгенің ақылыңның кіргені. Аз да болса өз ақылың болсын. Темір шеге тасқа кірмейді, ақыл надан басқа кірмейді. Ақылды адамдар ешқашан ренжімейді, олар нәтиже шығарады. Егер ақылыңыз дұрыс жұмыс істесін десеңіз, өз деміңіздің бақылап отырыңыз. Ашу қысса, ақылың ғайып болады. Кеше мен әлемді өзгертуге тырысатын өте ақылды адам едім, ал бүгін өзімді өзгертуге жұмыс жасайтын қарапайым адамға айналдым. Ақылды болғың келсе, парасатты сұрақ қоюды, мұқият тыңдауды, сабырмен жауап беруді және айтар ештеңең болмағанда
сөйлеуді доғаруды үйрен. Қаталдықтың екі түрі болады: ақылды қаталдық, есерсоқтық қаталдық. Түйірдей болса да түйінді ойың болсын. Адамға сана оның санасыз өмір кешіп жатқандығын көру үшін емес, саналы өмір сүру үшін берілген. Сен менен биік емессің, сен менен ұзынсың. Ақылды адам үйренуді, ақымақ үйретуді жақсы көреді. Қазіргі заманның нашар тұстарының бірі өзіне сенімділердің ақымақ болуы, ал кішкене болса да ой қиялы мен түсінігі барлардың күмәнға толы болуы және тәуекелге бара алмаулары. Адамға сана оның санасыз өмір кешіп жатқандығын көру үшін емес, саналы өмір сүру үшін берілген. Адамға билік бер, сосын оның кім екенін білесің. Біреудің ақымақтығы бізді ақылды етпейді. Көзің нақты жеткен нәрсені ғана айт, әйтпесе үндеме. Егер сіз ақымақпен ерегіссеңіз, ақымақ ендеше екеу болды. Сені ақымақ дегенге ренжідің бе? Онда сен шынымен ақымақ болғаның. Ақымақтың тілі ұзын келеді. Адамның айырмашылығы жас мөлшерінде емес, ақылының деңгейінде. Мен дұшпандарым болғанына разымын. Егер олар болмағанда, мен осындай биіктен көрінбес едім. Атеизм ақылды адамның кемшілігі, ырымшылдық ақымақтың кемшілігі. Тек ақымақтар өз ойын өмір бойы өзгертпейді. Каналыма тіркеліп өтіңіз. Сіздің қолдауыңыз мені шабыттандыра түседі. Жақындарыңызбен пайдалы ақпаратпен бөлісуді ұмытпаңыздар. Комментарийға өз пікіріңізді қалдырып өтсеңіз қуанып қаламын.